Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің әңгімеміз тыңдап, өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Әже. Мен 2 жастан бастап ата-әжемнің қолында өстім. Былай айтқанда, кенже қыз болдым. Әжемнің 4 ұлы бар, мен үлкен ұлының қызымын. Солай еркелеп өстім. Өз ата-анамды көке, жеңше дейтінмін. Атам мен 12 жасқа толғанда өмірден озды. Жалғыз әжемді бағу үшін ерте есейдім. Оқу, үй деп жүрдім. Кіші ағам жеңгемен бізге тұрды. Әжем ауырып бастады. Инсульт алып жатып қалды. Жуындырып, шайындырып өзім алатынмын. Арадан 3-4 жыл өтті. Мен мектеп бітіріп оқуға түстім. Әрине жұмыста жасап жүрдім. Әжеме жеңешем қарап отырды. Әжем көз жанарынан айрылды. Мүлдем көрмейді. Жүрегім ауырды. Ішіп-жейтінімнің қолмен ұстап сезіп білетім. Одан мен тұрмыс құрдым. Түркіндеп келгенде бірінші әжеме соғатын. Не дегенмен, емшек сүтін бермесе де, дүниеге әкелмесе де, жылулығы мен мейірімдігін берген болатын. Бақытты балалық шақ сыйлайтын болатын. Бірақ бұл жолы басқаша еді. Жете алмай келемін. Себебі жүрегімді суырып алғандай бағып қаққан менің 2 адам өмірден оза барды. Қазір біз жерлеуге өзінің туған жеріне бара жатырмыз. Бардың қадірін білгейсіздер, бәрін құрметтеп қадірлейік. Қарттарымыз аман болсын.